Англия футболы бітті. 2022-23 жылғы маусым осымен мәресіне жетті. Бізге өте күтпеген тамаша нәтижелер сыйлады. Себебі былтыр тамызда дәл маусымның алдында Ливерпуль, Челси, Тоттенхэм чемпиондар лигасына шыға алмай қалады десе сенер ме едіңіз? Тіпті Челси үздік 10-ға кіре алмайды, Ньюкасл болса чемпиондар лигасына жолдама алады десе көп адам сенбейтін еді. Оның үстіне Эвертон мен Лестер дәл соңғы турда Англия премьер лигасында қалу үшін күресіп жатады десе көп адам сенбеуі мүмкін еді, бірақ осы маусым осындай бір тартысты күтпеген нәтижелермен аяқталып отыр. Бәріңе сәлем, бұл екінші тайм арнасы. Мен Есет Төлеш. Бүгін Англия премьер лигасын қорытындылаймыз. Бұл кішігірім командалардың орындары жайында, осы маусымдағы нәтижелері жайында сөйлесеміз. Каналға жазылып қойыңыздар, пікір жазыңыздар, лайк басыңыздар. Бастаймыз. Англия премьер лигасының биылғы чемпионы да Манчестер Сити. Пеп Гвардиола келгелі Манчестер Ситиді Англияда емес, тіпті Еуропада да тоқтататын команда аз болып тұр. Қатарынан 3-ші маусымда Гвардиола Англия чемпионы атанып отыр. Биылғы маусымы өте мықты. Бірнеше тур бұрын Англия чемпионы атанып қойған болатын. Сондықтан соңғы турға Гвардиоланың шәкірттері ешқандай бір мотивациясы шықты деуге болады. Олардың қарсыласы да Брентфордтың да бір турнирлік кестеде ешқандай бір таласы жоқ. Сондықтан кішігірім бір жолдастық матч деуге болады. Оның үстіне Манчестер Сити бұл ойынға екінші құрамын шығарды. Холланд пен Де Брюйне бүгінгі ойынға қатыспады. Жалпы көптен бері ойнамай жүрген футболшылардың барлығы соңғы турда Брентфордке қарсы ойнады және өкінішке қарай жеңіліп қалды. 1-0 есебімен 85-ші минутта гол жіберіп қойды. Бұл турнирлік кестеде ешқандай әсер етпейтін матч қой. Бір өкініштісі Манчестер Ситидің жеңіліссіз сериясы тоқтады. Биылғы ақпаннан бері Манчестер Сити жеңілмей келе жатқан 26 матч бойы Манчестер Ситиді ешкім жеңе алмай келе жатыр еді. Соңғы турда мотивациясыз Ситиді Брентфорд өз алаңында жеңе алды. Бұл бір кішігірім өкінішті деуге болады. Сити енді треблға келе жатқан команда маусымда жеңіліссіз аяқтаса тіпті керемет болар еді. Осылайша Сити чемпион, ал екінші орында Арсенал алды. Осы маусымдағы ең өкінішті нәтижелердің бірі шығар. Маусымның басында Арсенал чемпионатта екінші орын алады десе, дәл зеңбірекшілердің жанкүйерлері жақсы, қалыпты жағдай, тіпті қуанышты қабылдайтын еді бұл жаңалықты. Бірақ маусымның барысында біраз уақыт бойы бірінші орында тұрып, соңында ғана сүрініп екінші орын алу әрине өкінішті. Негізі ағылшындық сарапшылар чемпионаттың бітуіне 10 тур қалған кезде айтып еді, Сити озып кетеді Арсеналды деп. Дәл солай болды. Себебі Арсеналды дәл қазір чемпиондық мінез жоқ, чемпиондық таласқа, бұл енді ұзақ марафон ғой, марафонды толығымен алып шығуға мүмкіндік жоқ. Арсенал сапында Артетадан енді бапкер ретінде Артета әлі жас қой. Оған біраз тәжірибе жинау керек. Ойыншылар да сондай. Арсенал жас ойыншылардан құралған, чемпиондық таласта әзірше тәжірибесі жоқ бұл команданың. Чемпион деген атағы бар, қай футболшыны білеміз? Бұл Зинченко, бұл Жезус, былтыр ғана Манчестер Ситимен бірге чемпион атанған ойыншылар. Бірақ олардың екеуінің ғана тәжірибесі бұл тұрғыда ешқандай жеткілікті болмай қалды. Бірақ екінші орын қалай дегенмен Арсенал үшін тамаша нәтиже деп айтуға болады. Осы маусымнан кейін өкінішке қарай Арсеналдан Джака кетеді. Соңғы турда Джака дубль жасап, командамен күшті қоштасы деуге болады. 38-ші турда Арсенал Вулверхэмптонды 5-0 есебімен тасталқан етті. Сәл кешірек оянды. Бұл да турнирлік кестеде ешқандай маңызы жоқ ойын ғой. Вулверхэмптонға да жоғары өтелудің қажеті жоқ. Арсеналдың да маусым аяқталып қойды. Бір жолдастық кездесу болды деуге болады. Жанкүйерлер үшін өткен матч 5-0. Сонымен үздік екі команда анықталды. Сити чемпион, Арсенал екінші орын. Үшінші орынға кішігірім бір талас болды. Манчестер Юнайтед пен Ньюкасл өзара күш сынасты деуге болады. Қола медальға талас қой былайша айтқанда. Үшінші орында Манчестер Юнайтед алды. Соңғы турда Фулхэмді 2-1 есебімен жеңді, ал Ньюкасл болса Челсимен тең тарқасты, 1-1 болды. Манчестер Юнайтед үшінші, Ньюкасл төртінші орын алды. Бірақ енді Ньюкаслға төртінші орынға бір көңіл күйі түсті деп айта алмаймыз. Бұларға маңыздысы чемпиондар лигасына жолдама алу. Команда чемпиондар лигасына жолдамаға қол жеткізді. Манчестер Юнайтед үшінші орын өте лайықты деуге болады. Осы маусымда өте сәтсіз бастады, бірақ кейін Тен Хаг өзінің қандай мықты маман екенін көрсетті. Жаңадан келген ойыншылар да командаға тамаша қосылды. Каземиро үздік маусымдардың бірін өткізді деуге болады негізі. Төрт команда негізі чемпиондар лигасына жолдама алатыны бұған дейін белгілі болған. Сондықтан соңғы турда бұл төртеуінің матчтары негізі аса қызық болған жоқ. Турнирлік жағынан аса қызық емес. 5-6 орында солай. Биыл Еуропа лигасында Англияның намысын Ливерпуль мен Брайтон қорғайды. Екеуі де негізі таңғаларлық нәрсе. Себебі Ливерпуль чемпиондар лигасына таласады деп ойладық. Брайтон әдеттегідей енді ортан қол команда ғой, 8-ші, 10-ші орындарда жүретін шығар деп ойлағанбыз. Жоқ, Ливерпуль 5-ші орын, Брайтон 6-ші орын. Таңғалдырған командалардың бірі осы Де Зербидің ойыншылары өте тамаша маусым өткізді. Ливерпуль жайында қысқаша айтайық, 38-ші турда Саутгемптонмен шоу сыйлады. 4-4
өте қызық ойын болды. Англия премьер лигасымен қоштасып қойған Саутгемптон есікті тарс жапты да кетіп қалды. Жеңген кезде күшті болатын еді тарс жауып. Бірақ 4-4 болып қалды. Фирмино гол соқты, айтпақшы. Екінші голды соқты Ливерпульдің. Сөйтіп жанкүйерлермен әдемі қоштасты. Бұл Фирминоның соңғы маусымы, жалпы соңғы матчы ғой Ливерпульдегі. Жазда басқа командаға кетуі мүмкін. Ливерпуль, Барселона, неше түрлі команданың аты айтылып жатыр. Фирмино кетеді, әдемі қоштасты, гол соқты, 4-4. Ливерпуль 5-ші орынды абыроймен сақтап қалды. Ал Брайтон соңғы турда бұл командада енді 6-ші орынды алып қойды, Еуропа лигасына жолдама алды. Сондықтан маңызды емес матч, сондықтан Астон Вилладан жеңіліп қалды. Себебі Астон Виллаға жеңіс қажет болатын. Ол жайында қазір айтамыз, енді Брайтонға тоқталып өтейікші. Таң қалдырып жатқан команда ғой. Грэм Поттер бастады. Негізі жеңіс жолын Грэм Поттер бастап берген. Өткен маусымның басында қыркүйекке дейін Челсиға келмес бұрын Англиядағы абыройлы бапкер болатын Грэм Поттер. Себебі Брайтонмен қателеспесем 4-ші орында тұрды Грэм Поттер кетер кезінде. Оның орнына италиялық маман Де Зерби келді. Сол жеңіс жолын сақтап қалды. Сол құрамды одан сайын күшейтті. Ойын жүйесін күшейтті және марафондық үлкен жарыста 6-ші орын алу Англияда негізі өте тамаша көрсеткіш. Өкініштісі осы маусымнан кейін Брайтон осы құрамын сақтап қала алмауы мүмкін. Себебі қазіргі күннің өзінде Алексис Макалистер Ливерпульге ауысады деген ақпарат шығып жатыр. Одан бөлек Мозес Кайседоға Челси көз тігіп отыр. Осындай мықты ойыншыларын топ клубтар тартып алса, келесі маусымда Брайтон дәл осы нәтижесін қайталай алмауы мүмкін. Оның үстіне Брайтонда Фергюсон деген жас ойыншы бар. 18 жаста, 19-ға толған шығар. Фергюсон енді үлкен футболға, кәсіпқой футболға аяқ басып жатыр. Жақсы голдар соқты Англия премьер лигасында. Оған Манчестер Юнайтед көз тігіп отыр. Сондықтан келесі маусымда дәл осы жетістікке жеткізген Брайтон құрамы болмауы мүмкін. Айтпақшы Митома бар. Митомаға да біраз клубтың көзі түсіп отыр. Жапониялық футболшы осы маусымда тамаша маусым өткізді, тамаша матчтар өткізді. Осы үздік ойыншылардың бәрі командадан кетіп қалуы әбден мүмкін. 7-ші орын Астон Виллада. Өте қызық нәтиже болып тұр. Конференция лигасына жолдама алды Астон Вилла. Унай Эмери біраз енді тамаша жұмыс жасап тастады деуге болады. Эмери былтыр қазанда команданың тізгінін ұстаған кезде Астон Вилла 14-ші орында тұрған. 14-ші орын. Тіпті ол кезде Еврокубокқа жолдама алу былай тұрсын, ұшып кетпеудің мәселесін қарастырып жатқан. Себебі Стивен Джерард өте нашар бастады маусымда Астон Вилламен бірге. Эмери келді, команданы бір күшейтіп жіберді деуге келмейді. Құрамын айтамын да, құрамын күшейтіп жіберді деуге келмейді, бірақ әдемі ойын қоя білді. Астон Вилла біраз команданы сан соқтырып кетті, сөйтіп чемпионатты 7-ші орынмен аяқтап тұр. 2009-2010 жылдан бері алғаш рет Астон Вилла Еврокубокта ойнайды. 2010 жылы Еуропа лигасының іріктеуіне қатысқан, бірақ іріктеуден өте алмай топтық кезеңге шыққан жоқ. Енді міне конференция лигасында ойнайды топтық кезеңде. Бір өкініштісі Еуропа лигасы емес. Унай Эмериді Еуропа лигасында көрсе қызық болатын еді. Ол Астон Вилла мен Еуропа лигасын жеңіп алуы әбден мүмкін еді. Сөйтіп Астон Вилланың жанкүйерлері бар болса құттықтаймыз 7-ші орынмен. Тоттенхем 8-ші орын алды чемпионатта. Олар да соңғы турда жеңіске жетті, қарсыласын тасталқан етті, бірақ Астон Вилла 3 ұпайды еншілеп бәрібір 7-ші орында сақтап қалды. Тоттенхем жанкүйерлерінің өкінішіне қарай 8-ші орын Еврокубокқа жолдама бермейді. 2009 жылдан бері алғаш рет Тоттенхем Еврокубокқа қатыспайды. Бізді бұл команда трофей отпаса да, әйтеуір Еврокубоктармен үйретіп тастаған, Чемпиондар лигасының тіпті финалына шыққан команда ғой былайша айтқанда. Сол команда енді биыл Еврокубоксыз қалып отыр. Өздері кінәлі деуге болады. Себебі Антонио Конте кеткен кезде Тоттенхем 4-ші орында тұрған. Чемпиондар лигасына таласып жатқан. Антонио Контені алып тастады, басшылықты сынаған үшін орнына уақытша бапкерлерді шақырды. Уақытша бапкерлер не істейді? Дым істей алған жоқ. Команда төмен түсе берді. Ақыр аяғында маусымда Еврокубоксыз 8-ші орынмен аяқтап отыр. Өте төмен нәтиже, жеңілісі көп, ұпайды өте көп жоғалтты. Бір жағынан Кейн даяйсың. Харри Кейн жасы да біразға келіп қалды, әлі трофей жеңіп көрген жоқ. Осы маусымда біраз рекорд жасады. Тоттенхемнің тарихтағы үздік сұрмерген атанды. Англия құрамасының тарихындағы үздік сұрмерген атанды. Осы маусымда қанша 27-28 турда гол соқты, 10 голды баспен соққан алғашқы футболшы атанды бір маусымда. Негізі рекорды көп. Біраз рекорд қойып тастады, ақыр аяғында 8-ші орын. Енді командадан кетуі мүмкін деген ақпарат бар, бірақ Тоттенхем жібере қоймайды оны. Келісім шарты 2024 жылы аяқталады, әлі бір жыл ойнауы қажет. Сатам десек
кем дегенде 100 миллион еуроға сатамыз деп отыр Тоттенхемнің басшылары. Тағы бір қызық нәтиже, ешкім күтпеген нәтиже деуге болатын шығар. Челси 12-ші орын алды. Чемпионатты былтыр жазда клубқа жаңа басшылар келді, трансферге ақша құйды, бюджетін көбейтті, пытырлатып ойыншы сатып алды. Тіпті қыс болды, қысқы трансфер кезінде біраз ойыншыны сатып алды, бірақ бәрібір жоғарыға көтеріле алған жоқ. Ақыр аяғында маусымды 12-ші орынмен аяқтады. Челсидің еншісінде 44 ұпай бар. Бұл 1988 жылдан бергі ең төменгі көрсеткіш. 44 ұпай деген 88 жылы команда 42 ұпай жинап, жоғарғы дивизионнан ұшып кеткен болатын. Осылайша 7 жылдан бері алғаш рет Челси Еурокубокта ойнамайды. Чемпиондар лигасы да жоқ, Еуропа лигасы да, тіпті конференция лигасы да жоқ. 12-ші орын жанкүйерлер үшін өте қиын маусым болды. Жаңадан сатып алынған 100 миллиондап ақша құйған ойыншылар үмітті ақтаған жоқ осы маусымда. Оларға мүмкін бейімделуге уақыт қажет шығар. Дегенмен осы маусым ең сәтсіз, жанкүйерлер тезірек ұмытқысы келетін маусым болды. Себебі барлық ойыншыны айтпай қояйық, осы қыста біраз ақшаға келген, біраз үмітпен алып келген 3 футболшының нәтижесін айтайын. Михаил Мудрик. Оны сатып алу үшін Шахтерге Челсидің басшылары 70 миллион плюс 30 миллион еуро көлемінде бонус береміз деп командаға алып келді қыста. 17 матч, 0 гол, 2 нәтижелі пас. 100 миллионнан аса Бенфикаға ақша төлеп, арнайы аттай қалап алып келген Энсо Фернандесте 20 шақты матч бар. Ол жақта да 0 гол, 2 нәтижелі пас. Ешкім үміт тақтаған жоқ, расын айтқанда. Челсиде дәл қазір кім үздік деуге болады? Ешкім. Осы маусымда Челсидің үздік ойыншысы атағын кім алған білесіздер ме? 38 жастағы Тиаго Силва. Кәрі қасқыр осы маусымда өте тамаша маусым өткізді, бірақ бұл Челсидің қазіргі деңгейін көрсетіп тұр. 38 жастағы қорғаушы, әне карьерамды аяқтаймын деп жүрген ойыншы, маусымның үздік ойыншысы атанып отыр. Сөйтіп Челси чемпионатта 12-ші орынмен абыройсыз масқарамен аяқтап отыр. Осылай 12-ші орын алу, Кристал Пэластан қалып қою, Фулхэмнен қалып қою енді ұят. Грэм Поттер кеткеннен кейін Лэмпардты арнайы алып келді ғой, уақытша бапкер қылып. Бірақ оның нәтижесі 11 матч. 11 матчта бір ғана жеңіс, 2 тең есеп, 8 жеңіліс. Челси жанкүйерлері өз Челсидің алаңындағы ойындарда соңғы рет қашан жеңді десеңіз, Челси соңғы рет наурызда жеңген. 7-ші наурызда Чемпиондар лигасының 81-ші финалында Боруссияны жеңген болатын. Ал Лэмпард болса жанкүйерлерімен, футболшылармен қоштасты. Бұл оның Челсидағы соңғы жұмыс күні болатын. Бірақ ол алдағы уақытта Челсиға келуі мүмкін дейді. Жанкүйерлердің құлағына алтын сырға дейік, шошып кетпеңіздер. Бірақ келіп қалуы мүмкін дейді. Клубпен қарым-қатынасым тамаша. Бұл жаққа әлі бірнеше рет келемін. Әзірше үзіліс аламын. Жұмыс өте қарқынды болды. Бар күшім кетті. Енді не боларын көреміз. Дәл 38-ші турда Лестер мен Эвертон Англия премьер лигасындағы орнын сақтап қалу үшін күресті. Екеуі екі түрлі матчта Лестерге жеңіске жету ғана жеткілікті болған жоқ, себебі Эвертон ұпай жоғалтуы керек еді. Негізі бірінші таймда солай болып жатты. Лестер 2-1 есебімен жеңіп жатты, Эвертон тең түсіп жатты. Бірақ 54-ші минутта Эвертон жеңіс голын соғып кетті, 1-0 есебімен жеңді. Лестер 2-1 есебімен жеңді қарсыласын, бірақ бұл жеткіліксіз болды. Лестер өкінішке қарай 18-ші орын алып, чемпионшипке ұшып кетті. Айналдырған 7 жылдың ішінде Лестер не көрмеді? 2016 жылы Англия чемпионы атанды, ертегі жасады. Кейінгі маусымда Чемпиондар лигасының ширек финалына дейін жеткен команда. Осы 7 жылдың ішінде 2 мәрте турнир кестесін 5-ші орынмен аяқтады. Чемпиондар лигасына сәл ғана жетпей қалды. Англия кубогын жеңіп алды 2021 жылы айтпақшы. Жап-жақсы ойнап жүрген негізі. Лестердің үздік ойыншыларының барлығы жазда командадан кететіні анық. Тилеманс, Амарти, Суюнджу, Менди, Бертран бірнеше ойыншының жазда келісімшарт аяқталады. Олар Лестерден кететіні анық. Одан бөлек 2024 жылы тағы бірнеше үздік ойыншылардың келісімшарт аяқталады. Оларда жазда сататын шығар. Бұлар Варди бар, Медисон бар, Прат бар, Ндиди бар, Ихианачо бар. Бұл футболшылардың барлығының келісімшарты 2024 жылы аяқталады. Сәл де болса ақша алып қалу үшін Лестер оларды жазда сататыны анық. Чемпионшипте де жеңіске жетіп, Англия премьер лигасына оралу қиын болатын сияқты Лестерге. Көре жатармыз, Лестермен бірге чемпионшипке Лидс және Саутгемптон ұшып кетті. Ал олардың орнына чемпионшиптен Англия премьер лигасына Бернли, Шеффилд Юнайтед және Лутон Таун жолдама алып отыр. Бернли мен Шеффилд Юнайтед енді бұған дейін Англия премьер лигасында ойнап жүрген клубтар ғой. Ал
Англия премьер-лигасы құрылғалы алғаш рет Лутон Таун жоғарғы дивизионда өнер көрсетеді. Олардың нәтижесі қызық болады. Стадиондары да кішкентай, шағын ғана. Расын айтқанда, дәл қазір бір маусым ойнап Лутон Таун Англия премьер-лигасымен қоштасатын сияқты. Бірақ асықпайық, жазда мүмкін жақсы трансферлер жасап қалар. Осы маусымның үздік сұрмерген атағын Эрлинг Холланд алды. 36 гол соғып тастады. Өте тамаша нәтиже. Холланд енді осы маусым Холландтың маусымы. Жалпы бүкіл футбол әлемін алып қарайтын болсақ, дәл солай есептеуге болатын шығар. Алтын бутс алды Англия футболында, одан бөлек бір қатар рекордтың авторы атанды. Англия премьер-лигасының осы маусымдағы үздік ойыншысы және үздік жас ойыншысы атағын да Холланд алып отыр. Ал Холландқа топырлатып пас беріп жүретін Де Брюйне болса, осы маусымның үздік ассистент атанды. Жалпы карьерасында 4-ші рет осындай атақты алып отыр. Бұл Англия футболындағы рекорд саналады. Бұған дейін Фабрегас, Бекхэм және Лэмпард үшеуі 3-3-тен ғана алған болатын. Енді міне Де Брюйне рекорд жасап отыр 4-ші рет. Бұнымен Англия футболы аяқталмайды, себебі осы сенбіде 3-ші маусымда Англия кубогының жеңімпазын анықтаймыз. Финалда Манчестер Сити мен Манчестер Юнайтед күш сынасады. Шағын ғана қорытындымыз осындай болды. Бәрінің үстінен түртіп қана өттік. Алдағы уақытта топтар жасауды жоспарлап отырмын. Сондықтан каналға жазылып қойыңыздар. Қандай топтар жасаған дұрыс? Ұсыныстар болса ойларыңызды жаза кетсеңіздер, таңғалдырған сәттер немесе топ 10 сенсация, топ 10 сәтсіз трансфер, неше түрлі идеялар болса, осы маусымға қатысты бәрін жазыңыздар, іріктеп аламыз, сөйлесеміз. Екінші тайм деген телеграм арнам бар, айтпақшы, ол жақта да сөйлесеміз, сілтемесі комментарийде болады, жазылыңыздар, сол жақта сөйлесейік, ақылдасайық, қандай видеолар шығарған дұрыс. Каналға жазылыңыздар, пікір жазыңыздар, кез келген пікір бізге қолдау болып есептеледі, лайк басыңыздар, сау болыңыздар.